жұлдыздардың ең жақсысын тереп ала қойған. Адамлардың ең жақсысы сол жақтыға бара қойған. Ассаламу алейкум, құрметлі кітапсүйер достар. 1989 жылы 1 декабрь Қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі берілген күн. Ана тіліміз болған Қарақалпақ тілінің 36 жыл толу мұнасабатыменен бәрше халқымызды шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір халықты танытатұғын текарғы белгілерінің бірі оның тілі болады. Адамлардың бір-біріменен қарым-қатынас құралы бұл тіл. Тіл халықтың, миллеттің ең ұлы қадіретлерінен болып есептелінеді. Ана тіл ағла фазилетлер, ұлы сезімдерді өзіне жәмлеген бейбақа байлық. Ол инсанның тәрбиесінде ер жетуінде үлкен орын иелейді. Өйткені аналарымыз бізге осы тілде хайю айтады. Инсан үшін керек болған білім һәм түсініктер тіл жәрдемінде санамызға сіңдіріледі. Әдеп икрамлылығымыз, мінез құлқымыз тіл арқылы берілген ақыл насихатлар менен қалыптасады. Ана тілі айемгі тарихымыз, бейбақа қадіретларымыз, дін һәм сеніміз, халқымызға тән болған дүния қарасымыз, сезімдерімізді басқыш рауажлануын көрсететұғын, ата-бабалар мирасын аулаттарға жеткеретұғын айна. Құрметлі кітапсүйер достар, міне елімізде үлкен байрам. Себебі елімізде ана тіліміз болған Қарақалпақ тілі байрамланып жатыр. Бұл байрам мұнасабатыменен мен сіздерге осы қос қатарларын айтып бермекшімін. Келің сөйлесейік қарақалпақша. Басқа тіл дүнияда орын алса да, орталық тіл болып даңқын жайса да, қарағанша сен оларға тамсана, заманласым сөйле қарақалпақша. Бізге өзбек тілі жақын болса да, қазақ тілге сөз ұйқасы қонса да, түрки тілдер бәрі ұқсап тұрса да, заманласым сөйле қарақалпақша. Неге десең, бұл тілде намысым бар. Ата-анам, туысқаным, танысым бар. Қаныма қарыстырған анам хайуы, Қарақалпақ тілдеріне мұясар. Ана тілді таза етіп сөйлеңдер. Басқа тілге араласып жүрмеңлер. Кешір мені ана тілім деп ертең күлкі болып келешекке күймеңдер. 36 жыл болды билік алғанға, қуандым өзіңе арнау жазғанға, не жетеді өз тіліңге құтлықлап, тіл байрамы мүбәрек деп тұрғанға.